саламатсыздар, құрметті қазақстандықтар, құрметті жетісулықтар. Осылай анда-санда ем алуға тура келеді, денсаулық сыр береді деген сияқты. Мына соңғы шығарған репортажға байланысты қазір комментарий бергім келіп тұр. Мына Жансенгеровтар отбасына байланысты бір репортаж шығара қалсаң болды ғой. Анандай искусственный комментаторлар қосылып алады да бізді топас санап тура аккаунтты қазір ашады да қазір жазады, соны ойлайды, біз білмейді деп ше. Не деген сондай білмеймін мен, андай настолько наглый болып кеткен уже бар ғой, өздеріне қатты сенімді ше. Өзінің ана қол астында өзінің адамдары бар, соларға жаңағы тапсырма береді де, соны жаңағы комментарийлер жаза береді. Оның барлығын біз біліп көріп отырамыз, біз де топас емеспіз ғой, оның бәрін бақылап, қазір қандай нөмір, қандай аккаунтқа тіркелгеннен кейін біз оның бәрін біліп отырамыз. Сол үшін ондай нәрсені жасаған кезде кішкене бар ғой, ондай жоқ миларыңызды қоссаңыздар, шіркінай ми бар ғой, ми. Егер мына магазиндерде сатылатын болса ғой, мен сатып беретін едім барлықтарыңызға бар ғой, сөйтіп жасайтын адамдарға бар ғой. Шіркін сатылмайтын дүние болып тұр ғой, әйтпесе талай адамдарға тегін подарок жасауға болатын еді ше. Мына енді жағымпазданбасаңдар, енді қалай сендерге айтсам екен, жағымпаздық деген ол енді қазақтың қанына сіңіп кеткен бір жаман қасиеттердің бірі ғой. Сіздер солай жасамасаңыздар, бәлкім байымас едіңіздер, бәлкім сіздер сол адамдар арқылы өз жағдайларыңызды жасап байып күшті болып отырғаннан кейін соны комментарий жазуға мәжбүр шығарсыздар, сол ортада жүргеннен кейін. Кезінде ғана президенттің маңайын қоршаған ұрлықшылар сияқты солармен теңсіздер ғой сіздер. Назарбаевты кезінде байып, өсіп өркендеп алғаннан кейін қай жерде болса да сол кісінің сөзін сөйлеп, сол кісінің жаңағы әр қадамын құптап, мақтап, жақтайтындай сондай дәрежеге жетіп кеткен. Бүкіл халық көріп тұрса да, ол кісілердікі дұрыс емес екенін біліп тұрса да, сіздер жаңағындай дүниеге жасап, сол өтірік комментарий жазудан ұялмайды екенсіздер. Қолдарың қалай сондайға барады, мен соны түсінбеймін. Денсаулық сақтау саласында қиналып жүрген дәрігерлер маған өте көп жазады. Медбикелер, санитаркалар, олар да тірі адам, олардың да жұмысын бағалау керек. Олар бет албатта бүйтіп кеп бостан-босқа арыз-шағым жаза бермейді. Адам қиналғаннан кейін, адам басқа амал болмағандықтан сондай әрекеттерге барады. Сондықтан сендер өтірік андай бүйтіп ақыл сынып, ақыл көз сынып, ойбай, Жансенгеровтар мықты, сондай, олар мықты емес, болмаса басқандай деп отырған жоқпыз біз. Бүгінгі күнде жасалып жатқан әрекеттерінің нәтижесінде болып көріп тұрған, көрініп тұрған кемшіліктерді айтып жатырмыз. Сондықтан ана жоқ миларыңды қосып, жалған комментарий жазып, қолдарыңды шаршатпай, қай аккаунт қандай нөмірге тіркелгенінге шейін біз тауып бар ғой, ерінбей арттарыңнан барам. Мәселе ол жерде бір комментарийға мен бір мән беріп қалғаным емес, сендер өздеріңді ақыл санап қалғандарыңнан, сендер өздерің бір ойбай деп бір туысы боларсыңдар, жолдас жоралар боласыңдар, құдалар болатын шығарсыңдар, соның общем окружениясындағы адамдарсыздар ғой, былай айтқан кезде ше. Бірақ адамдар топас емес, қарапайым халық топас емес. Қарапайым халықтың жан айқайын тыңдап қаншама адамдар қиналып жатыр, қанша медбикелер, қанша санитаркалар жүгінеді, сонда олардың мүддесіне, жаңағы Жансенгеровтардың мүддесі артық болып тұр ма? Сендер қара халықтың ішінен шығып алып, өздерің неменеге солардың сойылын соғып жүрсіңдер, соны кішкене ойланбайсыңдар ма? Бұл өмірде билік те, мәнсап та, қызмет те бәрі уақытша. Солардың жаңағы қазір табанын жалап, соларға жағымпазданып, соларға қызмет етіп жүрсіңдер ғой, ертең басқа басшы келіп, басқа жақтан басқа дүние болған кезде қайтып өмір сүресіңдер, ұялмай. Сонымен сол басшылардың сөйтіп ақылдап бейімделіп, ішіп жеп қалған медбикелерді мен ана главный медсестралардың почти барлығының ақпараттарын жинап жүрмін. Осы бір уақыты келгенде барлығын шығарам. Кім немен айналысып, қандай дәрежедегі, әрине олар жаңа комментарий жазады, әрине олар адамдардың туысқандарын қосып жазып, себебі жей алмай қалады ғой бірге. Себебі жағдай төмендеп қалады ғой. Себебі бірге ұрлап, бірге жеп қалды ғой. Жақсы ғой, енді ол оған ұнап тұр ғой. Сонымен сендер өздеріңді қаттандай ақылды санап, жаңадан аккаунт ашып, өтірік комментарий жаза бермеңдер, қолдарыңды шаршатпаңдар. Мен сендерге айтып тұрмын ғой, ол бір топастық. Қазіргі кезде кез келген дүниені анықтай салу, бірақ минут қолдау көрсетеміз деп, сондай жаңағы жағымсыз қылықтар жасау арқылы халыққа сүйкімсіз болып, жеркенішті болмай,
ең құрғанда үндемей қалыңдаршы, жарайды жеп отырған адамдарың болсын, өздерің біліңдер. Осы уақытқа шейін жағдайларын жасап алғаннан кейін түсініп тұрмын ғой, мен сендердің де артқа шегінуге жол жоқ. Жасаған нәрсе жасалып қойды. Ертең аналардың алдында да есеп беру керек. Қолдадым деп өтірік көрсету керек, лайк басқандарыңды айту керек. Енді бәрін түсініп тұрмын, бірақ денсаулық сақтау саласының бүкіл кемшіліктерін мен қағаз жүзінде дәлелдеп бере алатын журналистердің қатарынамын. Сондықтан анандай жаңағы өтірік комментарий жасайтын адамдарға айтқым келетіні, сендер қаншалықты бұл жүйені қорғап, өздерінің жеп отырған адамдарды ақтағыларың келсе де, кемшілік бар, дәрі жетіспеушілік бар, бас дәрігерлер көріп тұрып дәріні бермеуі де бар. Көптеген қымбат аппараттар қасақана түрде басқа жаққа берілген де бар. Одан кейін істеу керек аппараттар өтірік істемей, жеке медклиникаларға жаңағы ақша табу бар. Бір-бірімен ауыз жаласу арқылы өтірік ақша табу да бар. Мемлекетті алдау бар. Халыққа нақты қолдау көрсетпей, көптеген аналар өлімі, басқа да жағдайлар бар. Бір жылға, биылғы бәрін есептесеңдер, бұл денсаулық сақтау саласын мүлдем жауып тастауға тура келетіндей фактылар бар. Әзірге біреуге өздерің жақсы, біреудің сөзі жақсы, біреудің көзі жақсы, бір-бірлеріңе жаңағы андай батсындар ғой. Шамаларың келгенше жауып жатсыңдар ғой, енді сендер бір жүйе болып жұмыс жасап жатқандықтан. Бірақ олардың, ол фактылардың барлығы бір күні шығып, әр адам өзінің ісіне жауап береді. Егер мен Жансеңгеровқа бірдеңке айтсам, мен дәлел ретінде көрсетіп айтып тұрмын. Мен қалай барсам, үнемі реанимацияда біреу жатады әйтеуір, оның айтысы бойынша. Халықты бүйтіп нажалость давить етіп, ана басқа халыққа көріну үшін, ой, ол жақта мен астына түсіп сұраймын ғой, реанимацияда адам бар ма, жоқ па? Жоқ болады сонда. Ана халық енді ана жақта біреу ауыр жатса, сізде бір араласып, осы Жансеңгеровтың артынан түсіп алып деп. Жансеңгеров қанша адамдардың артынан түсіп алды? Қанша адамдардың жұмысынан айырды? Қанша адамдардың нанына ортақтасып, қанша адамдарға қиянат жасап, қанша адамдар содан зардап шегіп жатыр, білесіздер ма? Сіздер соның бәрін білмей, неменеге осы ақыл көйсініп, өздерінше осы біреудің артына қадалып алып, шатақтарың болмасын менде, мен сендерге айтып қойғам. Шатақтарың болмасын менің болмысымда, менің өзімде, жұмысымда, мен сендерге айтамын. Өздеріңді жөндеп алыңдар, сөйтіп жазатындар, өтірік жағымпазданғандар. Сендердің әрекеттерің жақсы екенде, елдің бәрі жын екен ғой сонда. Қанша адам көмек сұрап отырғанда, сонда олардың мүддесі сендердікінен төмен болып тұр ма? Сендер кімсіңдер сонда? Маған бірдеңе айтудың орнына өздеріңді жөндеп алыңдар. Ақылдарың жоқ болғаннан, миыларың істемегеннен сондайға барып отырсыңдар. Ми істейтін адам әлеуметтік желіде өзін сондай топас қылып көрсетпейді. 50-60 жасқа келіп алып, жоғарғы білім алып алып, сондай дүниеге бармайды. Мен сендерге айтайын. Содан ақ көрініп тұр сендердің деңгейлерің. Сендер менде шаруаларың болмасын, ешкімнің артына ешкім өйтіп жүрген жоқ. Заң бұзылмаса, елдің мүддесі бұзылмаса, елдің арызы болмаса, Жансеңгеровтер маған керегі де жоқ. Бірде-біреуі қажет емес. Менің ешқай күніме қажет емес. Артымнан аңдымақ түгіл 1000 есе артымнан адам салып қойса да маған бәрібір. Өлім хақ, басқа дүние хақ бар ғой. Сол бір адамнан қорыққаннан осындай бір дүниені айтпай қоймайым. Ана жағымпаздан жүрген сендер бар ғой, бір күні әр қайсыңды тауып, кәдімгі фотоларыңды, видеоларыңды тауып, нөмірлеріңді тауып жариялап қояды, түсінді ма? Солардың қол шоқпары болып жүрсіңдер ғой. Ертең сол үшін жауап бересіңдер, түсінікті ма? Сендер ойламаңдар, біз жаңағы еріккеннен жүрген екен деп. Қаншама арыз шағымның артында қанша адамдардың тағдыры бар, түсінікті ма? Сондықтан бірдеңке айтар алдында журналистерге тіл тигізіп, басқаға сендер өйтіп ақыл қойсынгенше, сосын ақылдарыңды бір жерге сығып қойыңдар, түсінікті ма? Мен сендерге айтамын. Сосын жалған комментаторлар жақында өз түрлеріңді көріп, нөмірлеріңді жариялап, бүкіл елге жария болатындай дәрежеге келетіндеріңді ұмытпаңдар. Сендерді де көрсететін уақыт келеді. Сендерге уақыт болмай жатқан өзі. Қазір арнайы уақыт арнаймыз. Түсінікті ма? Сосын ана өтірік мақтап жақтап жатқандар бар ғой, иә? Көресіңдер соның кейін дәрежелерінің қандай екенін. Қаншама халық мында көмек сұрап отырғанда, қарапайым медбикелердің құқығын қорғағанда, дәрігерлердің құқығын қорғағанда, біз сендердің мынандай бір ауыз сөздерден қорғай алмай қалады деп тұрсыңдар ма өзімізді? Бізде барлық дәлел болғандықтан ашық түрде айтып жатқан жайымыз бар. Сосын қатты ақылды болсаңдар, өздеріңе парақша ашып алыңдар да, ресми. Біз сияқты лицензия алыңдар да, сосын сарнаңдаршы, көрейін мен соларды Жансеңгеровтерді 100 жерден мақтап, жақтап, осы пиар команда болып кәдімгідей бүкіл елге танытып, ертең министерствоға бірге барып жұмыс жасаңдар маған десе. Ендігәрі біреуің сондай әрекетке көштіңдер ма?
сол тізімге кәдімгі тізім деймін де суреттеріңді шығарып жариялаймын. Жезет енді елдің бәрін жынды санағандарың. Басқа халықтың да мүддесін ойлап, солардың да құқығы бар екенін біліңдер. Ақыл көйсінмей. Ми сатылса бір жерде айтыңдаршы, осылардың барлығына бір тегін подарок жасайық.